Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінің 10 сынып 1-ші кезең 14-ші есепті шығарамыз. Екі ағашта 36 қарға отырды. Бірінші ағаштан 8 қарға ұшып кетті дейді. Екі ағаш, бірінші ағаш болсын, мынау екінші ағаш болсын. Екеуінде 36 қарға дейді. Бір x болсын, екіншісі сонда 36 азайту x болады. Екеуін қоссам 36 шығады. Бірінші ағаштан 8 қарға ұшып кетті. 8-ді азайтып жіберем. Содан кейін екінші ағаштан біріншіге 3 қарға ұшып бар дейді. Енді мына жерден 3 қарға ұшып, мына жерге келіпті. Мына жерден азайды, мына жерге келіп қосылды. Сол кезде екі ағашта қарғалар саны тең болды. Мына мен мынау тең дейді. X минус 8 плюс 3 тең болады екен 36 минус x минус 3-ге. Ықшамдап жіберсем x минус 5 тең 33 минус x болды. X-терін бір жаққа өткізіп жібереміз. Сандарды екінші жағына өткізіп жібереді екенбіз. 2x тең болды 38-ге, x сонда 19 болды. 2-ге бөліп жібердік. Бастапқыда мына жерде 19 болған екен, сонда 19. Ал мына жерде 36 минус 19, 36 минус 19, 17 болған екен. Әр ағашта неше қарғадан отырды? 19, 17. Мына есеп шықты. Сау болыңыздар.